өзінің спортында қандай да бір деңгейге, әлемдік деңгейге жақсы нәтижеге жеткен спортшылар болса, олар басқа салада жүрсе де, бірақ көңіл бөлу керек деген ойдамын да. Жарыс болып жатса, болмаса, қандай да бір осы спортына байланысты сол қалада іс-шара болып жатса, ол міндетті түрде сол жерге келіп, сол жерде көзайым болып жүріп, тым болмаса болашақ спортшылармен сол жерде солардың көз алдында жүріп, ескі достарын көріп, сол жерде жаңағы бір әңгіме болып, сол жерде бір қызық оқиғаларды бастарынан кешкен айтып жүрсе, міне осындай живой подкаст та. Ол жерде жарыс кезінде қалмау керек иә, спортына. қандай да бір несі бір уақытын тауып, өзінің спортына барып, ол сол спорттың арқасында алла тағала оның мәртебесін көтеріп берді ма, енді ол қандай да бір өзінің еңбегін, өзінің бір лептасын сол жерге барып беріп кетсе, ол енді уақыт табу деген қазіргі таңда өте бір уақыттың тапшылығы ғой. Бірақ бір 2 сағат барып, бір күннің жарты күн барып өзінің спорт үшін бөлуге деген табылады деген ойдамын уақыт.